Міне, құрметті ағайындар, біздің жұмысымыз бітті. Обзор жасап жүрейін бір. Кіреберіс входной есік, ішке ауыстырдық. Мына жерді сәнді сылақ жасадық. Мына жерлердің бәріне көріп жасадық. Мына трубаның бәрі көрініп тұрған. Бұл жақта сәнді сылақ қылдық. Ленарда фиништен жасадық. Мына жерге фартук ауысты. Енді міне бізде зал. Залда ішіне песок жібердік. Мына жағы шок болды. Енді қалған осыған дейінгі бөліп түсірген болатынмын. Соны көре кетіңіздер. Осыған дейінгі жұмыстарымызда аяғында полный обзор болады қайтадан. Міне бізде жұмыс алдын осылай болды. Полный демонтаж жасадық. Обойларын бәрін алып, ескіріп кеткен әбден. Ванна осылай болды, краскамен тұрды. Кухняда да осылай болды. Полный демонтаж жасалды бізде. Мына жерде қазір қырып дайындап қойдық барлығын. Енді ары қарай жұмысқа кірісудеміз. Стена қандай болмасын, перделік жасаған кезде қырып тастаған жақсы болады негізі. Мына жерде полный краскілер алынды. Обойдың бәрі ескі кабель алынды. Одан біз грунтовка жағып, потолокты сулап, потологын алмаймыз ба дегенбіз. Финишін осылай краскамен қалдырамыз ба деп қайтадан бір жерлерінен ақау шығып, потолокты да полный қырып тастадық. Құру барысы осылай сулап аласыздар валикпен жібітіп. Одан кейін шпательмен қыра берсе болады. Главный бетіндегі краскасымен финиш алынса болды. Міне трубаның барлығы жабылды. Ванна жабылды. Енді люктерді қою керек. Стенадағы трубалардың бәрі стенаға кірді. Енді кафель. Міне мына бұрышқа гипсагардан орылды. Мына жерге 12 сантиметр. Мына стена шығып қойылған бұрын. Жерді қиғашқып жасай саған. Міне. Бізде қазір полный чистовой жүрді. Люкастар черновой чистовой. Енді үшбөткі жүріп жатыр қазір. Бізде жұмысымыз жақындап келе жатыр. Есікті қойдық. Потолокқа потолочный жабыстырдық молдингтің. Мына арасына подсветка жүреді. Оны да көрсетем. Ендігі кезекте стенаға молдинг жабыстыру керек. Молдингтар отыр. Міне. Төрттік. Сосын екілік. Кішкентай. Екі қатарға жүргіземіз. Бұл жерге жабыстыру үшін бірінші. Мына бізде үйдің висатасы 2:50 болып тұр. Кішігірім мына квартира болғаннан кейін қас болып тұр. Сондықтан біз галтелдің астынан 15 сантиметр алдық. Плинтусқа
7 сантиметр плинтус. Плинтустың размерін алып тастап, тағы да 15 сантиметр қалдырдық астынан. Енді бізде қазір мына жерден екі бұлай түседі, екі кішкентай, ортадағын бұлай целый дәу қыламыз үлкен. Одан екі кішкентай екі шетке түседі тағы да. Қазір стена үшкіркімен тұр. Үшкіркілеп қойғанбыз стенаны. Сосын міне Алинаның грунтовкасы. Бұл жерде қымбат грунтовка, не обязательно керек емес. Алина жетеді. 3,5 теңге ма тұрады бір банкасы. Осыны грунтовка жасайсыз. Сосын фиништауға болмайды дейді, фиништау керек обязательно стенаны. Ертең жұлынып кетеді, гладқа жабыстырып әбір жатады біреулер, ондай керек емес. Фиништау керек. Соның үстіне грунтовка жағылады. Грунтовкадан кейін уже біздің жұмыс басталады, жаңағы молдинг. Қазір мына жерден меткілер беріп шықтық. Мына жерде қазір подшторканы мына жерге шторка түседі деп есептеп тұрық. Содан бұла қарай 15 сантиметр алдында. Одан кейін ара қашықтықты 10-нан жіберіп жатырмыз қазір. Сосын сызықтың ішіне түсіп отырады молдинг. Бұлай сызылған кезде сызықтың ішінен жабыстырып отырасыз тек қана. Енді бұны молдинг жайлы мен видео салғанмын. Егер көрем десеңіздер, сол жерден келесі алдыңғы видеодан көріп алсаңыздар болады. Қазір бізде сызылып болды. Енді молдингті тапсыруды бастаймыз. Бірінші сыртқы корпусты жасаймыз. Сыртқы корпусқа 1 метр береміз. Молдингтің доғал жағы, үлкен жағы сыртына қарайды бұл. Енді стуслаға апарып кесеміз. 45 градусқа қоямыз. Меткасын, метканы алдыр. Соған бұлай жатыр. Шоғылап бір көреміз. Сосын бұны резко басып қалу керек. Әйтпесе ертіп жүретін. 45 градуста. Осылай дайындап аламыз да, одан кейін клейді жағамыз супермастиканы. Ол жабыстырып кете береміз. Супермастиканы осылай аламыз. Шетіне осылай жабыстырамыз. Көп емес. Басаған кезде шетіне шығатындай қылып жағу керек. Көп жағылған керек. Шетіне жабыстырдық. Қатесіздік бірінші екіншіне бастаймыз. Ағайындар, мына жерде молдингтің барлығы жабысып кетті. Жабысу жолын бәрін түсіндірдім. Оған тағы да бір қайталап өтетін болсам, гладтың үстіне жабыстырудың керегі жоқ. Кәдімгі финишке грунтовка жағасыз.
көк грунтовка деген. Қымбат грунтовканың да алудан қажеті жоқ, Аринанікі өте жақсы, ой болады. Клейді де көбісі ысламайды деп жатады. Бұл стенадан болады, основной клейден болмайды. Клей деген ол қандай клей жабыстырсаңыз да ол мықты жабысып қалады. Стена лақтырып жібереді көбінесе. Стена мықты болмайды. Стена суықта, қыстың күндері жасасаңыздар, сондай жағдайда лақтырады. Сосын стена тегіс болмаса, түзу болмаса, сол кезде түсіп қалады бұл. Так осылай жабыстырып жүргенімізге уже қанша уақыт болды. Ешқандай көтеріліп, ешқандай түсіп жатқан жер жоқ. Енді однокомнатный болғаннан кейін іші шашылып жатыр қазір. Оған айып етпеңіздер. Енді тағы да мынаның ішіне шолқ жағатын боламын. Оны да арнайы бір видеомен салатын боламын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Бізде қазір галдиніміз жабылып тұр. Менің айтайын дегенім, подсветканы қалай жалғаймыз коробкаға. Коробка бұрынғы коробка, ескі өте тонның арасынан жіберілген екен. Бетонның арасынан. Мына жерге бір сым алып келдім мына жақтан. Подсветкаға бір сым тастадым дағыны. Кәдімгі күлкәсі есебінде жалғап жібердім болды. Енді подсветка прямой потолокта қалу үшін галтерді жоғарыдан 2 сантиметр төмен қарай сүріп стенаға жабысатын галтер болады. Мына жерде бар мекен көрсетіп берсін. Мынандай галтер. Стена жақ бетіне жабысады тек қана. Үст жағына жабыспайды. Натижный қанылған. Сол галтерді тек стенаға жабыстырып шықтық. Тағыдан бір боялады бұл. 2 сантиметр төмен түсіп тұр. Енді светильникті бұның неше түрлісі болады. Разноцветный, болмаса релемен жанатындары да болады. Неше түрлі болып. Соның қалағаныңызды аласыз. Метрі 500 теңгеден басталады. Әрқалай кете береді. Неге жалғақ қойдым. Осылай жанып тұр. Енді осыны жандырып тұрып салып шығамыз. Құрметті ағайындар, жандырып қоямыз. Міне мынаның 10 сантиметр сайын осындай қайшының сурет тұрады. Сол жерден кесе берсеңіз болады. Мына жерден біткен кезде сол жерден кесіп жаңа. Енді галтерді қайтадан бір бояп шығу керек. Сонда көрінбей қалады. Ал каналға жазылып, подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әрдайым жаңа видеолар шығып отырсын десеңіздер.
Барлығыңызға сәттілік. Міне коридорымызды осындай сәнді сылақ жасап жатырмыз. Обычный лепкасын жасап жатырмыз. Біткесін результатты бағасын өздеріңіз бересіздер деген ойдамын. Пока жұмыстар осылай жүріп жатыр. Біз стена дайын болды қазір краскаге. Альпина деген краска. Осыған кішкене қара көлдер қосып, цветінің кішкене серый қылып жасадық. Өйткені стенаны серый қыламын деген. Кішкене тамызсаңыз болды, өз серый қылып шығады. Осылай араластырып алып, ары қарай валикпен, кесешкамен жаға беруге болады. Міне бізде қазір басты жағу барысы. Осылай бір слой жағып аламыз. Кеткеннен кейін чистовой мокрый шелкті жағатын боламыз. Міне ағайындар, мына жерде краскаленіп бітті. Енді мына молдингтерді осылай кисточкамен бояп жатыр. Просто так осылай бояй саласын. Одан кейін барып, общий жағып шығам. Мына жер қазір үшкілкіленіп, бесцветный ремалюкс жағылды. Үстіне мына жемшөп тартып жатыр. Жемшөп тартып валикпен жағады. Біткенде осылай болып жатты. Сәнді сылақ фиништен жасалған. Осы коридорға жасап жүрдік. Мына шелктап жатырық. Әлі үсті жағуарынан араларына жағу керек. Міне бізде қазір жан-жағына шелк жағылып болды. Ол шелк жайлы арнайы видеоларым бар, көрем десеңіздер. Енді рамканың ішіне осылай песокты жағып жатырмыз қазір. Бұл жерде жағу барысы өте оңай десек те болады. Түсінбеген адам енді қиын болады кішкене. Өзінің арнайы кестішкасы болады негізі, бірақ ол қымбат тұрады негізінде. 3,5-4 теңге тұрады. Сондықтан обычный осындай кестішкамен жасай беруге болады. Бұлар енді 200 теңге, 500 теңгенің арасында тұрады. Бірінші осылай жағылады, одан соң кішкене 1 квадраттай жерге жағып болған соң тегдей бастайды бұл. Сол кезде таза екінші кестішкамен песоктарын жинап, рисунок өзіңіз қиялыңызда қалай рисунок елестейді, сол жай жасай берсеңіз болады. Сол бойынша екінші кисточкамен жинап, песоктарды кішкене сүртіп шықсаңыз, әдемі көрініс береді. Міне құрметті ағайындар, бізде жобалап бітіруге айналдық. Қазақ арнасы дамысын десеңіздер, жақсы видеолар шығып отырсын десеңіздер, қолдап пікір қалдырып отырыңыздар, білмеген жерлеріңізді сұрай отырыңыздар. Қазіргі заманауи шығып жатқан неше түрлі краска түрлері бар. Солардың барлығын қолымнан келгенше көрсететін боламын алдағы уақытта тағы да. Сіздер маған қолдау білдіріп, жақсы пікір қалдырып отырсаңыздар, мен әрмен қарай
жақсы роликтер жасайтын боламын. Ал біздің кішкене шағын жасалған ремонт ролигіміз осымен аяқталады. Толық 100%-ға біткен обзорымызды көріп, армен қарай тамашалаңыздар. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Міне, құрметті ағайындар, біздің жұмысымыз бітті. Обзор жасап жүрейін бір. Кіреберіс входной есік, ішке ауыстырдық. Мына жерде сәнді сылақ жасадық. Түсінбегендер болса, жеке-жеке видео салдым қолымнан келгенше. Коридорды осылай жасадық. Мына бұрыш вообще мына жерде болған. Бұл жерге гипсокартон жалғап келтірдік. Мына жақ душевой кабель болды. Мына жерлердің бәріне көріп жасадық. Мына трубаның бәрі көрініп тұрған. Ваннасы осылай қалды. Кабелі осы 20-да, 30-да 60 кабель. Бұл жақта осылай бөле салдық. Бұл жақта сәні сылақ қылдық. Леонардо фиништен жасадық. Мына жерге фартук ауысты. Асты ламинат қылдық. Енді міне бізде зал. Залда ішіне песок жібердік. Мына жағы шоқ болды. Үстіге подсветка жібердік. Екеуіне арнайы екеулік ключарлы қойдық. Простой прямой потолок. Однокомнатный квартирамыз бітті. Мына жерге потолочный молдинг жібердік екі қатар. Астынан галтель, подсветка. Одан кейін молдингтер стенаға кетті. Асты ламинат. Бұл жерде жасалған жұмыстар почти полный жасалды десек те болады. Мына жердің трубасын ауыстырдық. Мына труба темірден болған, ол тиіп қалған. Сонымен пластикке ауыстырып жібердік. Мына жақты пластикпен жігіттер қойып кетті. Осы ағайындар кішкентай квартира болса да осылай әрлеп қойсаңыздар керемет болып тұрады. Бізде бір ошибка болған нәрсе, бізден болғанда да жаңағы өз материалдан болды. Аркавалена серебро алғам, екеуіне подсвет кететін мынаған. Сөйтсем осындай ашық свет болып кетті болды. Так жаман емес. Есікті ауыстырдық. Ондай кімге ұнаса лайк басып подписка жасап қойыңыздар.